Қымбатты білім алушылары, каналыма қош келдіңіздер. Параграф 20 функцияның сындық нүктелері мен экстремум нүктелері. Функцияны зерттеу және графигін салу барысында өсу және кему аралықтармен қатар функцияның сындық және экстремум нүктелерін біз таба білуіміз керек. Ең алдымен мына алгоритм бойынша қадамдарды орындаймыз. Бірінші функцияның туындысын табу, екінші функцияның сындық нүктелерін табу. f'(x)ті нөлге теңестіріп аламыз. Үшінші f'(x) туындысы таңбасының интервалдар әдісімен анықтаймыз. Төртінші экстремум нүктелердің бар болуының жеткілікті шартын қолданып максимум минимум нүктелерін табу. Мысалы, y тең 2x куб азайтылған x квадрат азайтылған 4x қосу 5. Бірінші қадам бойынша туындысын табайық. 3 алдына түседі, 2 көбейтіліп 6 x квадрат. Азайтылған 2 алдына түседі, 2x минус 4. x-тің туындысы 1. Екінші қадам. Сындық нүктелерін табу үшін нөлге теңестіреміз. 6x квадрат азайтылған 2x азайтылған 4 функциясын нөлге теңестіреміз. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз 2-ні. Ішінде 3x квадрат қалады, x қалады және 2 қалады. Тең 0. Енді жақша ішіндегі квадрат теңдеуді нөлге теңестіріп, дискриминантын табамыз. В 1-ге тең 4, А 3-ге тең, С 2-ге минус 2, мына жер плюс болады. Сонымен мына жерде бізде 6, 4, 24, 25. Дискриминант 0-ден үлкен, олай болса 2 түбірі бар. Бірінші түбірі минус 3-тен 2, екінші түбірі 1-ге тең. Осы табылған бірінші және екінші мәндер бізде функцияның сындық нүктелері болып табылады. Енді үшінші қадам бойынша f'(x) туынды таңбасын интервалдар әдісімен анықтаймыз. Ол үшін мынадай сан аралығын сызып, минус 3-тен 2 және 1 нүктелерін белгілеп аламыз. Яғни 1-дің оң жағында 2 саны жатыр, яғни ол 2 санын біз алып келіп, мына жердегі функцияның мына жерге x-тің орнына әкеп қоямыз. Екі жердегі 2 4, ал жердегі 4 24, екі жердегі 2 4, 24-тен 4 азайтамыз 20, 20-дан 4 азайтамыз 16, яғни таңбасы 10 болады. Одан кейін мына жерде 0 жатыр, 0-ді әкеп қоятын болсақ 0 болады, 0 болады, минус 4, яғни минус болады. Енді мына жерде сол жағымызда минус 1 жатыр, квадраты плюс 1 болады, 6 болады, минус 1, 2, мына жердегі мен плюс болады, 6, 2, 8 болады, 8-ден 4 азайтсақ 4, яғни таңба плюс болады. Мінекей біз ол жерде туынды таңбасын интервалдар әдісімен анықтап алдық. Яғни бұл жерде минус 3-тен 2 плюс аралықта жатқандықтан ол жоғары қарай өсіп жатыр. Яғни ол x1 нүктесі минус 3-тен 2 максимум нүкте болып табылады. Енді 1 деген нүктеміз бізде минус аралықта жатыр, сондықтан ол төмен қарай кемейді, сондықтан оны x2 тең 1 минимум нүктесі болып табылады. Жауабы x максимум минус 3-тен 2, x минимум тең 1 нүктесі болып табылады. Олай болса, төртінші қадам бойынша экстремум нүктелеріміз біздің x максимум және x минимум болып белгіленеді. 20-да екінші есеп. В. f ата x тең 5x квадрат азайтылған 8x азайту 3. Алгоритм бойынша бірінші осы функцияның туындысын тауып аламыз. f'(x) тең 10x азайтылған 8. 2 алдына түседі, 10 болады. 8x-тің туындысы 8 болады. Екінші қадам бойынша функцияның сындық нүктесін табамыз. Ол үшін осы функцияны біз нөлге теңестіріп аламыз. 10x 8 оң жаққа өтеді. Оң таңбамен x-ті табатын болсақ, 8 бөлу 10 2 санына қысқарады, 5-тен 4. Яғни сындық нүктесі 5-тен 4-ге тең. Үшінші қадам бойынша біз туынды таңбасын интервалдар әдісімен анықтаймыз. 5-тен 4 нүктесін белгілеп аламыз. Оң жағында 1 саны жатыр, сол жағында 0 саны жатыр. Осы 0 мен 1-ді мына жерге әкеліп тексеріп көреміз. 0-ді қоятын болсақ 0, минус таңба шығады 8. Ал енді 1-ді қоятын болсақ 10, оннан 8-ді азайтсаң 2, яғни оң таңба шығады. Енді бұл жерде төртінші қадам бойынша экстрем нүктесін бар болу жеткілікті шартын қолданып, біз
минимум ба максимум ба сол нүктесін анықтаймыз. Біздің бұл есепте минимум нүктесі болып тұр, өйткені минустан плюсқа қарай ауысып жатыр. Сондықтан бұл жердегі есептің жауабы x минимум нүктесі 5-тен 4-ге тең. Яғни бұл жерде экстрем нүктелер болмайды. Келесі 26-шы есеп. Функцияның сындық нүктелерін табыңдар, максимум минимум нүктелерін анықтаңдар. F ата x тең 3-тен 1 x азайтылған x куб. Ең бірінші алгоритм бойынша осы функциядан туындаламыз. F ата x штрих тең 3-тен 1 x-тің туындысы 1 болады. Ал 2 алдына түседі, 3 алдына түседі, x квадрат қалады, 3x квадрат. Екінші қадамымыз бойынша біз функцияның сындық нүктесін табамыз. Осы функцияны нөлге теңестіреміз. 3x квадрат азайтылған алдында минус, мына жаққа минус, 2 минусымыз плюс болып кетеді. X квадратты тапқан кезде 3 мына жаққа бөлу амалымен өтеді. Орындары ауысып 3-тен 1-дің. Яғни 9-дан 1 болады. Квадратты 1-ден шығарған кезде плюс минус 3-тен 1 болады. Үшінші қадамымызда бізде осы туынды таңбасынан интервалдар әдісін анықтаймыз. Яғни біздің сындық нүктеміз плюс 3-тен 1 және минус 3-тен 1 болды. Сан аралықты белгілейміз. Енді 3-тен 1-дің оң жағында 1 саны жатыр, сол жағында минус 1 жатыр. Яғни 1-ді қоятын болсақ, біз мына жерге келіп минус 3 болады, яғни мына жерден теріс таңба шығады. 0-ді қойған кезде 0 болады, оң таңба шығады. Минус 1-ді әкеп қойған кезде минус шығады. Яғни минустан плюсқа ауысқан кезде минимум нүкте болады, плюстан минусқа ауысқан кезде максимум нүкте болады. Олай болса, 4-ші қадамымызда бізде экстремум нүктелерін анықтау барысында x минимум минус 3-тен 1, x максимум 3-тен 1-ге тең екен. Келесі 29-шы есеп. Бұл жерде бізде y тең f ата x экстрем нүктелерін табыңдар дейді. Берілген a f x тең 3 бөлінген x азайтылған 12x квадрат. Өлшектің бөлімі x 0-ге тең болмау керек. Яғни бірінші туындысын алатын болсақ, біз осы жерде бөлу амалының бөлу ережесінің туындысын пайдаланамыз. Бірінші 3-тен туындаламыз, x-тің өзін жазамыз. 3-тің өзін жазып, x-тен туындаламыз, x-тің квадраты болады. Және 12x квадраттан туындаламыз. Бұл жерде туындаламыз. Енді мына жер түгелдей 0-ге айналып кетеді. X-тің туындысы 1, 3-ке көбейтсек минус 3 болады. X квадрат өзі жазылады. 2 алдына түседі, 24x болады. Бір бірлік кемейді. Келесі екінші қадамымызда біз осы функцияны 0-ге теңестіреміз. Минус 3, ортақ бөлім беріп жібереміз. X квадрат болады, 24x куб болады, мына жақ 0 болады. Енді x кубты табатын болсақ, теңдіктің екі жағын 3-ке бөліп жіберген кезде 1 қалады. Мына жерде 8 қалады. X куб тең минус 8-ден 1 болады. Енді куб дәрежеден шыққан кезде бізде x тең минус 2-ден 1 болады. Енді осы пайда болған сындық нүктені интервалдар әдісімен біз анықтаймыз таңбасын. Минус 2-ден 1-ді жазып, оң жағында 0 жатыр, сол жағында минус 1 жатыр. 0-ді әкеп қоятын болсақ, мына жерге 0 болады, 0. Яғни бұл жағымыз 0, мына жақта теріс таңба болады. Енді минус 1-ді әкеліп қоятын болсақ, плюс болады, мына жерде минус. Яғни мына жерде минус плюс болады, сомен оң таңба болады. Яғни бұл жерде плюстан минусқа ауысып жатқандықтан x максимум нүкте минус 2-ден 1-ге тең. Келесі 20-11-ші, яғни экстрем нүктесі минус 2-ден 1-ге тең. 20-11-ші есепте функцияның сындық нүктесін табыңдар дейді. F ата x тең x плюс 1-дің квадраты көбейтілген x минус 2-ның квадраты. Бұл жерде бірінші қадам бойынша туындалатын болсақ, x плюс 1-дің көбейту ережесінің туындысын аламыз. Біріншісінен туындалып, екіншісін өзін жазамыз. Одан кейін барып, мына екіншіден туындалып, біріншінің өзін жазамыз. Енді мына алдына түседі квадрат, өзі жазылады, мына өзі жазылады.
мына жерде алдына түседі және өзі жазылады, жақшаның ішіне мына өзі жазылады. Енді 2x минус 2 x плюс 1 және де x минус 2 плюс x плюс 1 осындай өрнек шығады. Енді жақшаның сыртында 2 x минус 2 x плюс 1 өрнекті ықшамдайтын болсақ 2x минус 1. Енді жеке-жеке нөлге теңестіретін болсақ, сындық нүктесін анықтау үшін x минус 2 тең 0, x плюс 1 тең 0 және 2x минус 1 тең 0. Мына жерде x тең 2-ге, x тең минус 1-ге, x тең 2-ден 1-ге. Енді анықтап алған сындық нүктелерді интервалдар әдісімен таңбаларын анықтаймыз. Олай болса 2-ден 1-ді жазамыз, минус 1-ді жазамыз және 2-ні жазамыз. Бұл жерде анықтаған кезде мына жақта оң сан 3 жатады. Яғни оң сан болады, мына жарымыз минус болады, мына жер оң сан болады, мына жер минус болады. Яғни бізде x минимум нүктені минустан плюсқа өзгеріп жатқандықтан бізде минус 1-іміз минимум нүкте болады, ал 2-ден 1-іміз плюстан минусқа ауысқандықтан ол максимум нүкте болады, ал 2-іміз бізде минимум нүкте болады, минустан плюске ауысып жатыр. Яғни бұл жерде бізде сындық нүктелерін анықтап алдық. Мынау 2, минус 1 және 2-ден 1. Минимум, максимум нүктелері минус 1, 2-ден 1 және 2 саны. Оқушылар, егер де осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.